Оқушылар, сәлематсыңдар ма? Міне бүгінгі тақырыбымыз өте қызықты тақырып. Кубиктерді санау, түстеріне қарап санаймыз кубиктерді. Мысалы, мына есепке қарайтын болсақ, сары кубик нешеу деген сұрақ болатын болса, мына жердегі бір сарыны көріп тұрмыз, иә? Мына жерде екі сары, бірақ бұл сары ұшып тұрмайды, оның астында, яғни мынаның жанында тағы да біреуі бар, оның астында тағы да біреуі бар жасылдың жанында. Соны ескереміз, және мынау мен мына екеуі, иә? Соның арт жағында тұрған кубиктерге мән береміз. Және сұрақтарына қарағанда, сары нешеу деп тұрса, сарыны ғана санаймыз. Жасыл нешеу деп тұрса, тек қана жасылды санаймыз. Дәл сол сияқты 10-шы тапсырмаға келетін болсақ, бұл жақта не дейді? Мысалы, қызылдан неше кубик бар дейтін болсақ, қызылдан санаймыз. Бұл жерде санаудың мына жерде оңай жолын қарайтын болсақ, 1, 2, 3 қызыл бар, иә? Дәл сондай 3 қызылдан неше жерде тұр? Мына жерде 1, 2, 3, 4 жағында дәл осындай 3-ден тұр. Сонда барлығы неше қызыл болған? Соны ескереміз. Ал көктерден нешеу дейтін болса, мына көктерді бірінші санап аламыз, неше көк тұрғанды. Неше жерінде дәл осындай болып тұр? Санаймыз. Ортасында да ұзын болып төменге дейін тұр. Арт жағында да ұзын болып төменге дейін түсіп тұр, дәл осындай үшеу-үшеуден. Үшеу-үшеуден 5 жерде тұрса, ол қанша болады? Соны есептеп табамыз. Мына жерде де 11-ші есепте де айта кететін нәрсе, көрінбей тұрған бізде қандай кубик бар? Барлығы вроде көрініп тұр, иә? Мына жердегі жасыл да көрініп тұр, иә? Мына санайтын болсақ, мына жерде барлығын еркін санауға болады. Жасыл түстер қанша, сары түстер қанша екенін. Ешқандай көрінбей тұрған кубик жоқ. Енді келесі 12-ші тапсырмаға өтетін болсақ, бұл жақта көрінбей тұрған мына жерде көктер бар. Мына көктер, мынандай екеуліктер қанша жерде тұр? Мына 1, 2, мына жақта да тұр, екеуден болып, 3, 4 жерде екеуліктер тұр. Соны ескереміз. Және де мына қызылдар нешеу дейтін болса, қызылдар үшеуліктен неше жерде тұр? 3 жерде тұр. Және мынау астында тағы да қызыл тұр, міне екеулік болып қызыл тұр. Соны ескеруді ұмытпаңдар, оқушылар. Ал 13-ші тапсырмаға келетін болсақ, көрінбейтін кубиктер ар жағында бар екен. Сарылар, мына сарының астында тағы да бір сары бар. Соны ескеріңдер. Мына үшеуі көрініп тұр, мынау оның астында біреу бар, тағы да мына сарылар. Санаймыз, иә? Ал жасылдар нешеу дейтін болса, жасылдың астында жасыл болады. Мынаның астында мынау екінші тұр ғой қатарда, астында тағы да бір жасыл бар. Мынау тағы да бір көрінбей тұр, бір жасыл бар, оның өзі біреулік болып тұр. Және де мына жердегі 3 жасыл. Соны мұқият мән беріп санаймыз. Ал 14-ші тапсырмаға келетін болсақ, бұл жерде көктеріміз міне еркін көрініп тұр, көзімізге нешеу екені. Ал қызылдардан ше, қызылдан міне үшеу болып тұр. Біреу үштіктен, екеу, үшеу, мынау да үштік болып тұр, төртеу және бесеу. 5 үштік болып тұрғандардан қызыл. Сонда барлығы неше қызыл болады? Өздерің есептеңдер.